Сәлем достар. Менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Сіздер бұл каналдан Қазақстан тарихы туралы тегін білім аласыздар. Сондықтан менімен бірге болып, менің видеоларымды көріп, егер ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Бүгінгі тақырыбымыз қазақтардың 1860-70 жылдардағы азаттық күресі. Бұл тақырыптан қазақ халқының отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық күресінің себеп салдарын анықтайтын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, патша үкіметі Жетісу менен орталық Қазақстанды жаулап алғаннан кейін осы жерді әкімшілік жағынан басқару үшін 1867 және 1868 жылдары реформалар жүргізді. Осы реформаның нәтижесінде қазақ жері түгелдей Ресейдің құрамына қосылды. Яғни қазақ жері Ресей империясының құрамында 3 генерал-губернаторлықпенен басқарылатын болды. Екіншіден, осы патша үкіметі қазақ жерін түгелдей мемлекеттік меншігі етіп жариялады. Үшіншіден, басып алынған жерлерде қазақтарды басқару үшін жаңа бекіністерді көптеп салды. Төртіншіден, халыққа салықты көбейтті. Осы реформаға қарсы бірінші болып Орынбор генерал-губернаторлығына бағындырылған Торғай және Орал облысында көтеріліс бұрқ ете түсті. Яғни бұл көтерілісшілер патша үкіметінің реформаларына қарсы ашықтан ашық наразылық білдірді. Патша үкіметінің жаңа ережелерін енгізуге Ресей шенеуніктерінің елді басқаруына ашықтан ашық қарсы болды. Ежелгі ескі тәртіпке қайтып оралуды талап етті. Бұл ереженің қағазға басылған нақты нұсқалары болған жоқ. Сондықтан қазақтардың арасында енгізіліп жатқан жаңағы реформа қазақтарды шоқындырады, әскер қатарына алады, алым салық түрлерін еселеп арттырады деген қауесет тарап кетті. Сондықтан Орал облысында басталған толқу бірте-бірте Торғай облыстарына да жетті. Қазақтар 600-700 адамнан тұратын жасақтары ауыл-ауылды аралап, патша үкіметінің бұл әкімшілік реформасына бағынбауға, патша үкіметіне бағынбауға, басқарудың жаңа тәртібінен бас тартуға шақырды. Көтеріліске шыққан елді басу үшін патша үкіметі бұрынғы ел билеген сұлтандарды араға салды. Бірақ халық бұл сұлтандардың сөзіне құлақ аспады. Сондықтан мамыр айында Жайық бойындағы қазақ даласына жалпы саны 1700 солдаты бар, бірқатар зеңбірегі бар жазалаушы отрядтарды жіберді. Сөйтіп, жазалаушы отрядпенен қазақ шаруаларының арасында қақтығыс орын алып, қан төгіске ұласты. 1868 жылдың мамырында қазақтар Жамансай деген жерде құрамында 200 солдаты бар фон Штемпельдің әскери ротасына шабуыл жасады. Бұл Штемпельдің әскерін 20 мыңға жуық қазақ қоршап, 7 күн бойы қоршап тырп еткізбеді. Ақыры жемсөбі таусылған Штемпельдің әскерлері шайқасудан бас тартып, кейін қайтуға мәжбүр болды. 1868 жылы маусым айында Оралдағы көтеріліс шарықтау шегіне жетті. Осы көтеріліске қатынасушылар енді қазақ ақсүйектеріне де қарсы шықты. Себебі қазақ ақсүйектері осы патша үкіметінің реформасына келісім бергендігі болды. Көтерілістің шарықтау шегінен қорыққан патша үкіметі көтерілісті басу үшін Қазаннан, Петербургтен, Мәскеуден, Харьковтан 5000-ға жуық жазалаушы отрядтар жіберді. Әсіресе осы жазалаушы отрядтың ішінде Орал облысында полковник Рукин және Бүйрепкин басқарған жазалаушы әскер көтерілісшілерді аяусыз басты. Сөйтіп көтеріліс талқандалды. Орал мен Торғай көтерілісінен кейін 1870 жылы Маңғыстауда да көтеріліс басталды. Оның негізгі себебі жер мәселесі қатты шиеленісіп кетті және реформаға қарсылық болды. Сондай-ақ адай рулары 2 жылдың ішінде патша үкіметіне 160 мың сом салық төлеуге тиіс болды. Ал көтерілістің шығуына түрткі болған жағдай бұл жері жоқ шаруалардың
жаңа Хиуаға қарай көшуін тоқтату үшін полковник Рукин басқарған 38 казак солдаты 4 зеңбірегі бар әскери жасақтың осы көшіп бара жатырған адайлардың алдынан шығуы болды. Рукиннің бұл қылығы көтерілістің болуына себеп болды. Сөйтіп көтерілісшілерді Досан Тәжұлы және Иса Тіленбайұлы деген басқарушылар 200-ге жуық қарулы қол жинап, полковник Рукин әскерлеріне қарсы күресті. Көп ұзамай Рукин әскерлерін көтерілісшілер тас-талқан етіп жеңді, ал Рукин болса өзі жеңілгендіктен өзін өзі атып өлтірді. Бұл жеңіс көтерілісшілерді рухтандырды. 1870 жылы сәуірде Александровск порты менен Николаев станциясына көтерілісшілер шабуыл жасады. Порттың маяғын өртеді және Нижние бекінісін қиратты. Бірақ зеңбіректің атқылауына қарсы көтерілісшілер шыға алмай, кейін шегінуге мәжбүр болды. Осы кезде патша үкіметі Хиуа хандығына қарсы шабуыл жасау мақсатымен өз әскерін Красноводск төңірегіне шоғырландырды. Себебі ар жағынан Ирандағы ықпалы Англияның күшейіп түскен еді. Соның алдын алу үшін олар Красноводск төңірегіне әскер шоғырландырып бастады. Ал Маңғыстаудағы көтерілісті басу үшін Кавказдан аймақтық бастығына жүктеді. Себебі Маңғыстау, мана айттым, Кавказ әскери округіне бағынатын болатын. Сондықтан 1870 жылы мамыр айында Кавказдан Маңғыстауға әскер күші жеткізілді. Сөйтіп қазақтарды осы Кавказдан келген әскер талқандады. Маңғыстау көтерілісі не себептен жеңілді? Біріншіден, адайлықтар жан аямай қарсы тұрғанына қарамастан күшті қаруланған тұрақты әскерлерге төтеп бере алмады. Екіншіден, қазақтар түгел бас қосып біртұтас майдан аша алмады, көтеріліс тар көлемде сипатта болды. Үшіншіден, көтерілісшілердің қару-жарағы нашар болды, негізінен қылышпен, айбалтамен, найзамен, садақпен қаруланды, тіпті оқ ататын мылтық та жетіспеді. Көтерілістің салдары өте ауыр болды. Мысалы, Кавказ әскери әкімшілігі Маңғыстауда қалған 8000 үйден түтін салығын және басқа да алымдарды қоса есептегенде 58 мыңдай сомды жинап алды және адайлардан 90 мың қой мөлшерінде соғыс шығындарын өтеу контрибуция төлеуге мәжбүр етті. Көтеріліске қатынасқандарды қудалау басталды. Реформа енгізуге наразы болғандар Қазақстан жерінен басқа жаққа жер аударылды. Мысалы, Торғай облысының бір өзінен 1880 жылы 500 адам, ал 1890 жылы 3000 адам жер аударылды. Сондай-ақ көтеріліс басшылары қуғындаудан қорқып 1870 жылдың желтоқсанында Хиуа хандығының аймағына өтіп кетті. Мысалы, Сұлтан Ханғали Арыстанұлы бастаған 57 мыңға жуық қазақ осылай істеуге мәжбүр болды. Патша үкіметі қазақтардың арасында Ресей империясына қарсы жаңа толқулар шығып кете ме деп қауіптеніп, жалдамалы агенттер тобын құрды. Бұл құпия өте сенімді адамдардан құралған құпия ұйым болды. Әр уезден 2 жансыз адам тағайындалды. Олар халықтың көңіл күйіменен патша үкіметіне қажетті құпия мәліметтерді айтып отыратын болды. Достар, мен сіздерге Оралдағы, Торғайдағы және Маңғыстаудағы көтерілістер туралы айтып болдым. Сондықтан менің видеом ұнаса, маған күш-жігер беріп, лайк басып, комментарий жазудан аянып қалмаңыздар. Сау болыңыздар.